Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен Жасик FIFA арнасы менің арнама қош келіпсіңдер. Достар, сіздер маған жақсы актив көрсетіп жатсыздар, жақсы комментариялар, сондықтан сіздерге мың алғысымды айтамын. Достар, көріп жүрген шығарсыздар, мен видео көп шығармай кеттім, және де видеоға толық уақыт бөле алмай жүрмін. Яғни менде қазір өздеріңіз білесіздер, 90 жақындап қалды, енді сабақ деген оқу керек. Қазір білімнің заманы ғой, короче. Ондай ойындарға көп уақытымызды құртпаймыз, сондықтан арасында кіріп тұрмын. Енді сіздерден бірақ видео салмағаным үшін кешірім сұраймын. Енді бізде бүгін Утоти мен мынандай короче айтқанда герой Кумиров шықты. Енді соған біз өзіміздің көзқарасымызды сіздердің көздеріңізше көрсететін боламын. Ал сендер болсаңыздар арнаға тіркеліп, лайк басып тіркеліп, қолдап отырсаңыздар болды. Енді кішігірім мына пактарымызды ашып өтейік. Болды, ашпайтын болдық. Бұған донор умақ ұртамыз ғой достар, ашу үшін. Мынандай бізде лигада айтпақшы 1 миллион теңгені алып қояйық. Және де кішігірім самосветтер, мен 3000 самосвет әдем. 3000 бізде қазір таңда 9000 самосвет бар. Бүгін сонымен қатар пактарды ашатын боламыз. Ал енді біз өзіміздің бірінші көзқарасымызды айтып кетейік. Кішкене тамағым ауырып тұр, кешірім сұраймын. Енді мынау хроники героев дейді. Бұл әдемі. Маған бұл хроники Кумировты өзімде енді көріп жатырмын. Мына жерде бір кішігірім анимация қойылады екен. Анимацияда бізде Азар әдемі стилінде, герой там супермен сияқты. Және мына жақта обычный кәдімгі өзіміздің геройларымыз, супермендер сияқты тұр ғой бұл жерде. Азар тұр, Эден Азар, там осындай игроктар бар, алсаңыздар болады. Барлығы жақсы игроктар, әрқайсысы әртүрлі монстрлар деуге де болады. Екіншісі Академия героев. Яғни бұл жерде де сіздер самосвет аласыздар, және де омен қоса маскерона, және де 104 пак аша аласыздар. Показать мынандай сыйлы, мына жерде тегін бесплатно береді екен. Ашып бере салайық. Бәрін бесплатно алдық. Енді осыны ойнап барлық қалған заттарды ала аласыздар. Мына жерде Эден Азар тұр екен. Келесі бізде испытание героя. Короче, Эден Азар, то есть бұның басты кейіпкері Эден Азар секілді, анимациясында да Эден Азар. Мына жердегі обойларда да Эден Азар тұрды. Соған қарап айтып тұрғаным. Достар, тіркеліп арнаға жазылып қолдап отырыңыздар. Сіздердің көзқарастарыңыз қандай, комментарияға жазып отырыңыздар. Міне пазл героя, бұда достар білетін, мен білетін, бұда пазл жинайсыздар да. Осындай логоларын алатын боласыздар, абаларын әдемі. Маған бұл жерден кәзкімдегі мұна Майкондың алатын шығармыз. Майкондың Тауырай ма, бірдіме комментария жазып кетіңіздер. Хауардтық әдем екен достар, Хауардтық тоже әдем екен. Хроники Кумиров жаман деп айтуға келмейді. Бұл әдемі, Хроники Кумиров әдемі шыққан, мойындаймын. Біз события лайф айтпақшы достар, бүгін бізде Утоти шыққан болатын. Утотиді білет шығарсыздар енді. Новинке келіп жатқандарыңыздар. Сіздерге айта кетерім, Утоти деген жылдың ең үздік игроктарын шығарады. Әдемі стилде қарасыңдаршы. Әдемі шығарған бұны. Мінен қарасаңдаршы, арттарын қарасыңдаршы. Анимацияның артын қараңыздар. Әдемі шығарған. FC Mobile бұл бұрынғыларынан көтеріп келе жатыр. Сіздер үшін қандай 4-5 рабочий ойынға. Үздік ойыншы Мбаппе, Винисиус Джуниор, Салах. 2 Реал Мадридтік, және де 1 Ливерпульдік. Мбаппе 106. Мына жерде самосветтер осындай испытанияларды орындағандар негізі орындауға болады. Бір күнде орындап тастай аласыздар. Орындап осындай керемет пактарды ашады екен біз. Пак ашатындар болса ашсаңыздар болады. Круйф шық бітсе әдемі кетеді достар. Міне мына жақта Мартинес, Грималдо, Палмерді береді екен соңына қарай тегін. Бұл нападающілер Утотидағы
Мына жерде полузащитниктер Палмер үздік ойыншы болды. Родри, Беллингем, то есть Родри алтын доп алды дегендей, сондықтан шығарды деп ойлаймын. Защитниктерді көрейік. Ван Дейк бар ма екен защитниктердің арасында? Білдім, Ван Дейк бар, точно. Грималдо нормально болды. Ван Дейк 107. Әдемі. Ван Дейк осы жылда үздік защитник атағын алады деген ойдам. Себебі ол барлық пактарда, яғни то есть айтқанда барлық шығатын пактарда үздік рейтинг алып жүр. Салиба болады болды. Салиба Арсеналда үздік защитниктердің бірі ғой болды. Енді міне біз защитник 2-12. Бұл бізде Карвахаль және Мартинес. Анонс 20 февральда шығады екен. Менің ойымша бұл Месси или Роналдо екеуінің біреуі шығады деп ойлаймын менің ойымша да. Себебі олар кәсіде оларсыз бұндай пак болмайды деп ойлаймын. Ал енді пактарымызға оралайық. Обычный пактарымызды ашып жіберейік. Бізде 9000 кристалл бар. 3000 кристалды ашып жіберейік. Хотя бы 105 плюс түссе де болады. Бұл обычный біріншісі. Екіншісін көрейік. Так, бұл қандай екен бізде? Бұл Норвегия. ЦП, Арсенал, Одегар. Одегар. Тағы түсті маған бұл ойыншы керек емес. Бұл ойыншы бізге қажет емес. Қарасаңыздаршы. Маған 101, 107-ден 101 түсіп тұрған обидно ғой, достар, обидно. Бізде қазіргі таңда 6000 самосвет қалды. 6000 самосветке мынаны бір рет ашып көрейік. 99 бермесе болды ма деп отырмын да. Франция, пожалуйста, Франция. 99 бердім. Ё-моё, 99 береміз. Болды, одан әрі ашпайтын сияқтымыз. Но обычный пак. Бестселлер. Топы время өзгерді ме екен? Топы время өзгерді ме екен, достар? Бесплатно беріп тұр екен. Аша салайық. 86 кинг беріп тұр, әдем. 20 мыңға ема, әдемі мұны, достар. Сатылатын игроктар еще ема. Өтемі шарың. Так, көрейікші. Бізде қанша самаст осыны камараны құртып жіберейік. Мананы құртып жіберейік біз. Қазіргі таңда 12.000 жинайды екенбіз. Келесі видеода, достар, біз 20 мыңға доп время жатмамыз, достар, әдемі доп время. Алыңыздар, сау болыңыздар.